Астанада әйелі Салтанат Нукенованы өлтірді деп айыпталып жатқан бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаевқа қатысты іс бойынша кезекті сот отырысы өтіп жатыр. Сотта марқұм Салтанат Нукенованың ағасы оның жұбайынан бірнеше рет кетіп қалғанын айтты. Салтанат Нукенованың ағасы Айтбек Амангелдінің айтуынша, қарындасы Бишімбаев оны үнемі бақылауда ұстап, ешқайда жібермейтінін, жұмыс істеп дамуына мүмкіндік бермегенін, әлеуметтік желіні пайдалануға тыйым салғанын, сонымен бірге кеткісі келетінін айтқан. Ол телефонды тыңдауды қалай тексеруге болатынын сұраған және Қуандық оның WhatsApp-ын оқып отырған болып шыққан. Салтанат телефонымен заттарын қадағалайтын құрылғыны тапқанын және оның біреуге тыңшылық жасауға арналмағанын айтқан. Ағасы қарындасының орналасқан жерін бақылау үшін Қуандық мұндай құрылғыларды көп орнатқанын айтады. 19 шілдеде ол Қуандықпен айырылысып, барлық затын алып Павлодарға жібереді. Осылайша шілде айын Павлодарда өткізіп, неге екені белгісіз, тамыз айында қайтып келеді. Ол қайтыс болғаннан кейін Қуандықта оның интимдік видеосы бар екенін білдім. Менде Салтанатты ұрып соққан фотосуреттері бар болғандықтан, оны видео түсіруге мәжбүрлеген. Себебі Қуандық осы суреттермен оны бопсалаймыз деп ойлап, суретке айырбас ретінде одан интимдік видео талап еткен, дейді Айтбек Амангелді. Тамыз айының соңында Салтанат пәтердің кілтін сұрап, ағасына хабарласады. Алайда ол шетелде екенін айтқан кезде қарындасы Қуандықпен айырылысқанын айтады. Қазақстанға оралған соң мен оған пәтерімнің кілтін қалдырдым. Шілде айында ол Павлодарда ата-анаммен болған кезде біз онымен сөйлестік. Ол жай ғана ұйқысын қандырғысы келетінін айтты. Себебі Қуандық оған түнімен ұйқы бермей жүрген, сөйлесіп мазасын алған. Мен оны ұрып соққаны туралы сұрадым. Салтанат, уайымдама, ол маған тиіспейді, онымен қиын, бірақ ол маған тиіспейді, деді. 1 қазанда Салтанатқа жазып, Павлодарға келетінімді айтып едім, ол сөмкені алып келуімді өтінді. Мен әкелдім. Қарындасым қатты азып кеткен, қорқып қалғандай көрінді. 2 қазанда маған телефон соғып, түнеуге келмекші болды, бірақ келмеді. 3 қазанда көшіп кеткісі келетінін айтып, жалдамалы пәтер іздеп жүргенін айтты. Менің жанымнан пәтер таптық. 5 қазанда Салтанат Қуандықпен ұрысып қалғанын айтты. Маған келем деп тағы келмеді. Осылайша 7-8 қазанда пәтер жалдап сонда тұрды, дейді Амангелді. Ол ата-анасының қуанып қазанның 13 немесе 14 күні келгендерін айтты. 15 қазанда бәріміз кездесіп кешкі ас іштік. Біз не болып жатқанын талқылап, оған ажырасуда тұрған ештеңе жоқ деп айттық. Оның күйеуінен кеткенін естіп, біз жеңілдеп қалдық. Өйткені наурыздан бері біз оны қатты уайымдадық. Не үшін кеткенін айтпады, бірақ шаршадым, ол маған ұйқы бермейді, онымен қиын болды, деді. Шамамен 8 рет Қуандықпен айырылысты деп қосты марқұм Салтанаттың ағасы. Айта кетейік, 29 наурызда Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотында Салтанат Нукенованы өлтірді деп айыпталып жатқан Қуандық Бишімбаевқа қатысты кезекті сот отырысы өтіп жатыр. Ағасы Айтбек сотта оның беті көгерген суретінде көрсетті. Айтуынша, қарындасы бұл суреттерді өзі ағасына жіберіп, құтқаруын сұраған. Бұл 2023 жылдың наурызында болған. Сондай-ақ ол Бишімбаевтың Нукеновамен үйлену тойы құпия өткенін айтты. Видеоға түсіру немесе суретке түсіруге болмаған. Оның сөзінше, ғимараттағы барлық камера скотчпен немесе орамалмен оралып тасталған.